Ассаламу алейкум. Мен Мирман, оператор жолдасым Гүлдана. Бүгін сіздермен бірге мына ауыл шаруашылығы, соның ішінде құс шаруашылығында қандай кітаптар оқу керек, білу керек, сол туралы айтам. Өзімнің мына кітаптарым туралы қысқаша сіздерге түсіндіріп кетем. Егер біздің канал қызықты болса, оған тіркеліңіз. Бізде сонымен қатар TikTok, Instagram, YouTube-та каналдарымыз бар, соған тіркеліңіз. Және кітаптар, қай кітап сізге қызықты болса, сіз комментарийға жазып кетіңіз. Біздер оны толықтай тағы да басқа да видеоларда сіздің сұрауыңыз бойынша көрсететін боламыз. Бүгін мына бірінші кітабым, ол нормы рационы деп аталады. Нормы рационы тек қана құстар емес, кормление сельскохозяйственных животных деп аталады. Бұнда тек қана кормлениеда, соның ішінде жаңа жемдердің қанша ақуызы бар, қанша ода клетчатка бар, қанша фосфор бар, кальций бар, және басқа да витаминдердің көлемі қанша екенін сол туралы мына неде айтылады. Бұл барлығы Совет үкіметі кезіндегі кітаптар, олар барлығы дұрыс жазылған, ғылыми дәлелденген кітап. Ол бірінші кітап. Екінші кітап, мына мұқабасы жыртылып қалған, бірақ айта берейін, онымен оның құны жоғалмайды. Ол болезни птиц дейді, яғни құстардың ауруы туралы. Онда құстардың ауруы және оның қалай емдеу керектігі де жазылған. Мысал үшін, мұнда мынандай фотосуреттер бар. Мынау сыртынан қарап, мысал үшін қалай зерттеу керек, қалай олардың қарау керек, туатын тауық па, тумайтын тауық па, барлығын мында көрсеткен. Сол арқылы көптеген жүздеген түрі бар аурудың, бірақ соларды қалай емдеу керек екені бар. Сонымен қатар мына кітап «Актуальность применения биологически активных веществ и производства премиксов птицеводства» деп аталады. Яғни премикс деген витаминдер және баттар қазіргі кезде адамдарға дейін баттарды қолданады, және оларды мына нелерде құс шаруашылығында да қолдануға болады. Сол туралы айтылған, тек қана ол емес, сонымен қатар көптеген мында исследование, жаңағы зерттеулер жүргізген, бүкіл әлемдік солардың нәтижелері туралы бар, қалай жүргізген, қандай жем берген кезде қалай өскен туралы, құстардың сол туралы мұнан білуге болады мына кітаптан. Сонымен қатар ең кішкентайы мында методические наставления по использованию препаратов, стимулирующих продуктивность и жизнеспособность птицы дейді. Бірақ мына нитофармдікі, бірақ нитофарм өзінің нәрселерін жарнамалайды, бірақ оған қарамауға болады. Мұнда өздерінің жаңа зерттеулері бар. Зерттеулерінде оларды мысал үшін тек бидаймен өсіріп келген, арпамен өсірген, және өзіндік жаңағы препараттарды қосып көрген. Сол кезде мысал үшін бидаймен өскен кезде қалай болады, мысал үшін мұнда фотосуретте олардың мына жем асқазанының қалай өзгеретіні туралы мысал үшін мұнда айтып қойған. Сол туралы тек препараттар емес, олардың жаңағы ішкі құрылысында қандай өзгерістер болатынын туралы мына кітапта айтылып кеткен.